Қайырлы күн, құрметті тыңдаушылар. Бүгінгі біздің дәрісіміз Жәнібек атындағы университетінде өтіп жатыр, және оның тақырыбы өте қызықты да маңызды. Мәңгі тоң процестері мен жер бедерінің қалыптасуы. Мен Мырзалиева сіздерді осы бірей табиғи құбылыспен таныстырайын. Бұл дәріс бізге мәңгі тоңның планетамыздың көп бөлігін қалай қалыптастыратынын және оның қандай ерекшеліктері бар екенін түсінуге көмектеседі. Мәңгі тоң бұл тек мұз емес, ол жер бетінің эволюциясы мен экожүйелер үшін өте маңызды фактор. Алдағы уақытта біз оның қалай жұмыс істейтінін және неліктен біз үшін өте маңызды екенін талқылаймыз. Мәңгі тоң біздің планетамыздың құрлық бөлігінің 1/4 алып жатқан кең ауқымды табиғи құбылыс. Яғни жер бетінің 25%-нан астамы мәңгі тоңмен жабылған. Оның қалыңдығы бірнеше метрден мыңдаған метрге дейін жетуі мүмкін. Мысалы, Якутияда бұл көрсеткіш ең жоғары деңгейге жетеді. Ең басты сипаттамасы оның мыңдаған жылдар бойы 0 градустан төмен тұрақты температурада болуы. Бұл оның ерекшелігін және тұрақтылығын көрсетеді. Бұл мәңгі тоңның тек солтүстік аймақтарда ғана емес, сонымен қатар таулы аймақтарда да кездесетінін атап өткен жөн. Бұл оның таралуының алуан түрлілігін көрсетеді. Тоңған жердің анатомиясын қарастырсақ, оның екі негізгі қабаты бар екенін көреміз. Біріншісі құбылмалы қабат. Ол 1 метрден 4 метрге дейін тереңдікте орналасады. Бұл қабат жазда ериді, ал қыста қайта тоңады. Осы қабатта судың бір фазадан екінші фазаға өтуі, яғни сұйықтан қаттыға айналуы тоң динамикасының негізгі қозғалтқышы болып табылады. Осы процестер жер бедерін қалыптастыруда маңызды рөл атқарады. Екіншісі нағыз мәңгі тоң, ол ешқашан ерімейтін, тұрақты теріс температурада болатын іргелі қабат. Бұл екі қабаттың өзара әрекеттесуі жер бетінің ерекшелігін анықтайды. Мәңгі тоңды жер бедерін қалыптастыратын 4 негізгі механизм бар. Біріншісі бөрту немесе пучение. Бұл судың тоңып көлемін ұлғайтуы нәтижесінде жер бетінің көтерілуі. Мысалы, пинго деп аталатын төбелер осылай пайда болады. Екіншісі жарылу. Тоңған кезде тау жыныстарының сығылуынан жерде жарықтар мен жарықшақтар пайда болады. Мысалы, аязды сынықтар. Үшіншісі еру немесе протаивание. Бұл мұздың еріп, жердің опырылуына әкеледі. Термокөрс сияқты шұңқырлар мен көлдер пайда болады. Төртіншісі ағу немесе течение. Суға қаныққан топырақтың ауырлық күшімен баяу жылжуы, солифлюкция сияқты құбылыстарға алып келеді. Аязды бөрту – бұл топырақ көлемінің ұлғаюы және судың сұйық күйден қатты күйге ауысуы кезінде оның цементтелу процесі. Жер астындағы мұз қабаттарының кеңеюі жер бетінде төбешіктердің пайда болуына себеп болады. Бұл төбешіктерді көбінесе бөрту төбешіктері деп атайды. Олар жер астындағы мұздың жоғары қарай итеруінен пайда болады. Олардың биіктігі 2 метрге дейін жетуі мүмкін, ал шымтезекті төбешіктер тіпті 3-7 метрге дейін жетеді. Аязды әсерден бұл төбешіктердің бетінде радиалды жарықтар пайда болады. Бұл процесс жер бедерінде ерекше және таңғажайып формаларды қалыптастырады. Термокөрст – бұл мәңгі тоң аймақтарында мұздың еруі нәтижесінде жердің шөгуінен пайда болатын ерекше жер бедері формасы. Бұл процесс жер астындағы мұз қабаттарының болуынан басталады. Климаттың өзгеруі немесе ормандардың кесілуі сияқты факторлар мұздың еруіне әкеледі. Мұз еріген кезде оның орнын су толтырып, жер опырылып, батпақты жерлер, шұңқырлар және термокөрст көлдері пайда болады. Нағыз карст процестерінде тау жыныстары әдетте әктас еритін болса, термокөрст процесінде тек мұз ериді. Бұл оның нағыз карсттан басты айырмашылығы. Мәңгі тоң аймақтарында екі маңызды процесс бар: солифлюкция және мұз қату. Солифлюкция – бұл суға қаныққан топырақтың мәңгі тоң қабатының үстінде баяу жылжуы. Топырақ жаз айларында ериді, бірақ төменгі қабаттағы мәңгі тоңның кесірінен су дренажын таба алмай, суға қанығады. Ауырлық күшінің әсерінен бұл масса еңістер бойымен жылжиды. Ерекше солифлюкциялық толқындар немесе құймалар қалыптастырады. Ал мұз қату – бұл жер бетінде судың тоңып мұз қабаттарын түзуі. Бұл құбылыс өзендерде, көлдерде немесе жер асты суларының бетке шыққан жерлерінде жиі кездеседі және ол көбінесе қыс айларында байқалады.
Мәңгі тоң аймақтарында жер бетінде аязды тоңды процестер нәтижесінде пайда болатын ерекше өрнекті жерлер кездеседі. Олардың ішіндегі ең танымалдары полигондар мен тас шеңберлер. Полигондар бұл аязды жарықтар жүйесімен бөлінген көп бұрышты формадағы жер учаскелері. Тас шеңберлер бұл ортасында ұсақ материалдар, ал шетінде ірі тастар орналасқан шеңбер тәрізді құрылымдар. Еңісті жерлерде тас жолақтары пайда болады. Мұнда тас материалдары мұздың еріп тоңатын циклдары арқылы төмен қарай жылжи отырып ұзын жолақтар құрайды. Бұл барлық формалар мұздың кеңеюі мен жиырылуының, сондай-ақ топырақтағы материалдардың аяз арқылы сұрыпталуының нәтижесі. Мәңгі тоң аймақтарындағы адам қызметі, әсіресе құрылыс, үлкен инженерлік экологиялық мәселелер тудырады. Жылыту әсерінен мәңгі тоңның еруі ғимараттардың іргетасын бұзып, тұрақсыздыққа келеді. Бұл құрылыстардың қирауына немесе зақымдалуына себеп болады. Шешім ретінде мәңгі тоңды ерітпеу үшін ғимараттарды тіреуіштерге, яғни қадаларға орнату тәжірибесі қолданылады. Бұл ғимарат пен жер арасында ауа қабатын қалдырып, жылу алмасуды азайтады. Сонымен қатар мәңгі тоңның температуралық режимін сақтау үшін басқа да инженерлік әдістер, мысалы термостабилизаторлар қолданылады. Бұл шешімдер болашақтағы экологиялық апаттардың алдын алуға көмектеседі. Қорытындылай келе, бірнеше негізгі ойларды атап өткім келеді. Біріншіден, мәңгі тоң бұл статикалық мұз емес, керісінше өте динамикалық жүйе. Ондағы судың фазалық ауысуы жер бедерінің қалыптасуындағы басты қозғаушы күш болып табылады. Екіншіден, ішкі күштермен қатар аязды процестер, бөрту, термокөріс, солифлюкция және материалдардың сұрыпталуы тундра мен биік таулардың ерекше келбетін қалыптастырады. Үшіншіден, бұл аймақтардың экологиялық осалдығын ескерсек, геоморфологиялық заңдылықтарды терең түсіну экологиялық апаттардың алдын алудың және осы аумақтарды тиімді басқарудың бірден бір кепілі болып табылады. Назарларыңызға рахмет.